Программистерге шегірткенің қандай қатысы бар екенін білесің бе? Білмесең, қазір айтып беремін. Бұл интернет тарихындағы цикада құпиясы. Оны цифрлық дәуірдің жұмбағы деп атайды. 2012 жылдың қаңтарында 4chan форумында ешкім танымайтын біреу қарапайым сурет жариялады. Суретте шегіртке, яғни цикада бейнеленген, ал астында біз өте ақылды адамдарды іздейміз деген қысқа жазу тұрды. Осы сәттен бастап мыңдаған адамның тыныштығы бұзылды. Бұл жай ғана сурет емес, нағыз интеллектуалды лабиринт еді. Оның ерекшелігі мынада: миды шынықтыратын тапсырмалар. Суреттің ішіндегі жасырын кодты табу үшін сен жай ғана қолданушы емес, кәсіби программист болуың керек. Бір тапсырманы шешсең, келесісі одан да қиындай түседі. Орта ғасырлық кітаптардағы шифрлар, күрделі математикалық формулалар, философиялық жұмбақтар барлығы араласып кеткен. Екінші, ойын тек компьютер экранымен шектелмеді. Қатысушыларға ақш, Франция, Жапония сияқты әлемнің әр түпкірінен нақты координаттар берілді. Сол жерге барғанда бағаналарға ілінген құпия QR кодтарды табу керек болды. Квесттің соңына жеткендер не көрді? Бұл әлі күнге дейін белгісіз. Жеңімпаздар жабық топтарға қосылды. Бірақ олардың ешқайсысы сол топта не болғанын, кімдермен сөйлескенін ашып айтқан емес. Цикада 3301. Бұл жарыс емес. Бұл адамның ақылын шексіздікке дейін тексеретін сынақ. Бүгінге дейін бұл топтың кім екені, арнайы қызмет пе, хакерлер ме, әлде басқа да күштер ме, ешкімге беймәлім. Ал сен бұл жұмбаққа тап болсаң, шешуге тәуекел етер ме едің?